Өзім ес білгелі, етек жең жинағалы, жан бағам деп өмірмен таласам. Көрші қолаң дос жаран бақталасың, нәпсі керіп, әркіммен санасам. Мақсатыма жетем деп жаға ұстасып, жалған сөйлеп, кей жанмен жарасамын. Ойлап тұрсам, біреулерден биік болып, жүргенмен көп адамнан аласамын. Жасымыз ұлғайғанмен ғылым емес, сауық іздеп жүреміз балашабыз. Бұл машина той етіп көпті жисақ, арақ шарап таусылмас тамашамыз. Ал намыс пенен ар деген биік ұғым аяқ асты болуда қарасаңыз. Сырт көзге миллионерміз, жеке тұлға, ал шын мәнінде жай ғана қарашамыз. Барын жазып Құранға қойса дағы, қалдыруды ойлаймыз жаңаша із. Жан таласып, бақ қуған бағытыңда өлім күтіп тұр екен қарасаңыз. Иә, өлім күтіп тұр. Ақыретке апарар ештеңең жоқ, сөйте тұра ертеңге палашамыз. Бар мәселе шешімі пара ғана. Басқа шешім жоқ. Дәл бұлай білмейм қанша таласармыз. Ойлансаң осы жайттар қажытады. Өзгертуге болады қаласаңыз. Иә. Жаныңызға тыныштық орнайды екен. Алланың нығметін санасаңыз, қолдағы барыңызға қанағат қып, маңдайыңмен сәждеге жанасаңыз. Хақ Алланың алдына барғаныңда намаз болар, жалғыз ақ арашаңыз. Тар көріңді кеңейтер кең пейілмен тірлігіңде жасаған садақаңыз. Міне. Өмірден ойға түйгендерімді шумақтап жазған болатынмын. Қабыл алыңыздар. Тірлігімізде сауапты іс жасап қалайық. Садақамызды, намазымызды түгендейік. Бәрі ертең ақыретте алдымыздан шығатын ақиқат. Өлең ұнап жатса, қолдау білдіріп, пікір жазып, шабыттандырып, жолдап өзге де кісілерге каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен біргемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет.